Ассалаумағалейкум достар, қалдарың қалай? Бүгін біз осындай логотип жасаймыз. Бұл логотипті Крион студиясы жасаған. Соны қалай жасаған примерно қайталап көретін боламыз. Квадрат аламыз. Қалыңдығын көбейтеміз. Осылай қойып аламыз. Тағы да біреуін қойып жүреміз. Окей. Қалыңдығын көбейту керек сияқты. Окей. Енді осыны разобрать етеміз. Объект, разобрать, окей дейміз. Енді объект, создать параллельный контур дейміз. Пока бүктейік. Так. Бітеміз. Объект разобрать дейміз. Создать параллельный контур. Контур көбейіп кетіп отыр. Тик. Объект, создать параллельный контур. Окей, дейміз да. Өшіреміз. Жерде тоже. Жерден. Бай. Осылай. Пішіп жасаймыз. Окей, достар. Осымен выделить етіп аламыз. Бәрін цветін таңдаймыз. Центрге қойып жүреміз. И артқы фонын серыйға бояймыз. Сәл үлкейтеміз. Мінекей достар, осымен логотип дайын болды. Егер де сіздерге пайдалы болса, лайк басып тіркелуді ұмытпаймыз. Төменге Instagram, TikTok парақшаларымыз сілтемесі қойып қоямын, Құдай қаласа. Сол жерге кіріп тіркелуді ұмытпаймыз. Және де егер де логотип керек болса, маған айтыңыздар. Ақылы түрде жасап береміз. Немесе танысыңызға керек болса, мені айта жүріңіздер, иә? Жарайды, жақсы, сау болыңыздар.